Заттарыңды жина, біз кетеміз. Жоқ, мен ешқайда азығып отырған жоқпын. Біреудің отбасына қиянат жасағанымыз жетер, кеттік. Мен жамандық жасаған жоқпын. Қайта жақсылық жасап, оны құлдықтан құтқарғым келді. Сен мен түсіндің бе? Аузыңды жапшы, сөйлеме. Маған не істеу керек екенін үйретпе. Пап, мына мен орап көріңізші. Рахмет, қызым. Пап, мен Америкаға онлайн билет алып қойдым. Ертең кешке ұшасыздар. Мен саған билет ал деген жоқпын. Біз бірге кетеміз. Жоқ, мам, мен бармаймын. Лея, тоқта. Лея, тоқта дейім. Маған қарсы шықпа. Барасың дедім бе, барасың. Мам, мені көндірудің қажеті жоқ. Мен бармаймын. Барасың. Мам! Мам, не істеп жатсың? Жоқ. Мам, жинама. Жібер. Құда, good morning. Әй, тоқтат, не болып жатыр мына жақта? Әй, сен қатын. Тоқта. Сен не? Қулығың іске аспағаннан кейін мен келінімді күштеп алып кетейін деп едің? Бармайды ол шықайда, өзің кет. Әр кет. Ей, жинама дейін, тоқтат. Әй, қарағым, араласпаш біздің отбасымызға, тыныштық бер, бар, кет өзің. Жүре қойле, ой, жаным кішкентай. Кет әрі, жолабаш осы қаттың қасына. Нең бар ей, біреудің келінде? Ана жерге қоясыздар, қазір жуамыз. Тойға бір талай жаңға қалып қойыппын. Менен басқа болса да ешкім жемейді. Бекер қалатыннан бәрі вареньеге қосып жуып тастайық. Ананы көрдің ба? Анау түріктердің тәттісі. Чучхела дейм ба бірдеңе дейді. Оп-оңай екен, интернеттен қарадым. Мынаны ана виноградтың соғына қантпен ұнды араластырып, қуырып алады екенбіз де, сосын орап тастаймыз. Лия, бізге сөйлесу керек. Қайтпайтын қатын екенсің, аяқты аузыңа тығып өлтіре салайын ба? Не, қызыңа тағы бірден айтып бүлдірейін деп келіп тұрсың ба? Лия. Барш. Әй, тоқта. Мә. Мынаны мойныңа тағып ал. Ана қаттың аллергиясы бар, қасыңа жақындамасын. Лия. Лия, мен судан ақ сүттен таза емеспін, білем. Бірақ сенің дегенең жақсы адам емес. Америкаға бармайым деп айтудың алдында жақсылап ойланшы. Әлде саған құл болып жүрген ұнай ма? Мам, ол жақсы адам. Және мен құлдықта емеспін. Болды. Маған жұмыс жасау керек. Лия, сен ол туралы ештеңе білмейсің. Оның қатыгез екенін мен саған дәлелдеймін. Құда, бізді кешіріңдер. Отбасыларыңның шырқын бұздық, берекесін қашырдық. Мен мұндай болатын білгенде келмейтін едім. Ұялып отырмын, кешіріңдер. Кешіріңдер бізді. Sorry, снес. О, Құда? Сен менен кешірім сұрап отырғаннан саумысың? Сұрама, бәрі жақсы.
Саған ешқандай ренішім жоқ. Тұрмыс болғаннан кейін болады да. Біздің қатысымыз не? Бәрі анау әйелдерден болып тұр ғой. Әркім өзінше өз баласының бақытын ойлап жүр. Бірақ сол арқылы оларды бақытсыз етіп жүргендерін түсінбейді ғой, а? Екеу бір-бірін тауып, сүйіп қосылған екен. Өздеріне ерікті беру керек қой. Араласпау керек. Бөлек отбасы, өз алдына бір мемлекет қой олар. Құда, мен мынау жастарды уайымдаймын. Екі шешесінің кесірінен ұрсып қалмаса болар еді. Оу, не ағып жүрсің? Ассалаумалейкум, Мураке. Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Ассалаумалейкум. Аңсағанға келген ғой. Ұят боқат негізі. Сіз бір ұрыстыңыз. Жегешем келіп бір айқайлап кетті. Негізі, нақ сол баланың тағдыры маған қарап тұрса, қаладан жұмыс тауып берейін ба? Рас айтам, менің жолдас жігітім Замакин болып істейді. Бір ауыз сөзім жұмысқа тұрғызып береді. Қаласаңыз сөйлесейін. Ұсынысыңызға рахмет аға, бірақ әзірше ауылда бола тұрам. Жалпы айтқаным ғой. Қарыздар болып қаймайықшы деп. Жарайды, ойлансаң, бір хабар берерсің. Жолыңнан қалма. Иә. Сен мені жеңдім деп ойлап отырсың ба? Адамға кедергі жасамай кетшер бар. Мен саған оңайлықпен жеңілмеймін. Банкі жауып маған көмектескің келіп тұр ма? Мен сенің көмегіңе мұқтаж емеспін. Құдай саған күнді қаратпасын. Мына қатын кесін дұрыс па? Өзің банкі таппай жүрген кезде басың жарайын ба? Мам, не болды? Білмеймін. Жай су ішкім келіп еді. Маған ұрсып жатыр. Банка лақтырды. Жүр, мен саған басқа жерден су берем. Алып кетші мына қатынды. Қайтпайтын қатын екен, сүмірейіп алып. Таксиге сал жібер қазір. Аңсаған. Аңсаған, өтініш. Мамаң айталасың ба? Менің мамама тиіспесін. Ертең кешке дейін шыдасыншы. Қайтады ғой. Мүмкін сенің мамаң шығар тиісіп жатқан. Сенің мамаңнан бәрін күтуге болады ғой. Жаңа мамам су ішкелі жатқанда, сенің мамаң банка лақтырып, су бермеді. Көзіңмен көрдің ба? Жоқ. Көрмесең несін айтасың? Сен қатын әлі қайтпағансың ба? Кетсе шүйіңе. Болмаса бар ана бөлмеңе бар да есігін жауып алып жат. Көрінбе көзіме. Лия қайда жүр? Лия! Тұршы бұлай. Сен менің қызымды әбден жұмсап миын улап тастапсың. Мені тыңдамайды. Маған қарсы шығады. Соның бәрі мына сенің кесірің. Мына қатын сен адамды күйдіресің ба? Қой, мәдениетсіз. Қазір аузыңа ариқ тығар. Сен... Қатын, отыр істеме. Сен не мен білмей тұр дейсің ба? Тұр! Не болып жатыр, а?
Көмектесіңіз. Мам, не болды? Ол мені итеріп жіберді. Алып кеттіңдер шында қатында. Жасап жатқан вареньеме өр лақтырып не істеп тұр ол? Қамжай, сен итеріп жібердің бе? Мына варенье бола, адамды өлтіресің бе? Сәл шыдасаңшы. Шыдамайым! Нервіме тиіп бітті бұғатын. Мама, тисе бермесеңізші енді. Күшік, мен емес тиіскен. Ақиқатын біліп ал. Қатын, балаға күшік деме. Кетіңдерші бар жоған. Жүріңіз. Құда дейді. Сұрқия. Кетші бар жоған. Сен де қатын. Мыстан. Қамаржай, қалайсың? Жақсы. Сәуле, қалайсың? Не болды? Айтшы тез. Асығып тұрсың ба, не тыныштық па? Мына құдағай ғой. Өзі бір қуғатын екен. Шаршаттай мені. Өш, екеуміз бірігіп бар ғой, соның әкесін таныстырмаймыз ба? Жоқ, керек емес, не үшін? Ай, жау келсе қазақтар бірігу керек қой. Жоқ. Жай келдің ба? Ана жол анау ажырасу туралы айтып едім ғой саған. Біздің ауылда көбейіп кетті деп. Иә. Өзің айтқандай, енелерге барып айттым. Араларына өздерің түсіңдер. Балаларыңа өздерің ие болыңдар. Өздерің тәрбиелеңдер деп. Ешқандай нәтиже жоқ. Не істейміз, а? Білмеймін. Айтшы ана енелерге, араласпасын. Өздері шешсін. Сен де араласпай-ақ қойшы, Сәуле. Айт, араласпасын. Араласпағанда сонда... Жақсы. Мен әлсіз болып көрінгім келмейді. Бірақ ол расында жауыз. Жай көмектескім келіп еді. Мені итеріп жіберді. Денелерім ауырып қалды. Ойбой, не болып жатыр мына жақта? Тіптен мынау машина қаққандай жатыр ғой. Мына қатын өтірік істеп жатыр. Мен оны өйтіп қатты итерген жоқпын. Сіз қайдан білесіз өтірік екенін? Кезінде мен де сөйткем. Ыңырсымай тұр. Онда сайқал жасақ өтпей тұрып отыр. Мама, қойыңызшы деймін. Өзі ғой сонда кино ойнап жатқан. Ыңырсымасын. Сонда сендердің алдарында мүсәпірсіп менне жаманат тығылғысы келіп тұр ма? Тұр. Лия, мен саған мам, қойыңызшы. көрсетейін ба? Көрсетейін ба деймін, нағыз құлағанды. Көрсетейін ба? Өтінем. Мен Лия, саған көрсетем қалай құлағанды. Кәрсін құсаған тыриған қатын. Мыстан бір шайнам ет жоқ. Себастьянның садағасы кеткір. Көрсетейін мен сен қатынға өтірік құлағанды. Қайда қойып едім? Ойбай, үндемеген сайын. Қара бұның, басқа шауып. Естен кірмей жат тұр менікі деп. Үшіңе сен қайда қойып едім? Құлаған екенсің ғой, сен қатын. Қамажай? Не істеп жатсың? Қалған орехты уатып, балға қосайын деген бой. Жарайды. Не қарайсың?
тамағыма жаңғақ қосқың келді ме? Жарайды. Солай ақ болсын. Мам, не істеп жүрсің? Саған жату керек дедім ғой. Қане кеттік. Менің су ішкім келді. Мен әлсіреп тұрмын. Бәрі жақсы болады. Қане жатыңыз. Жақсы. Мам, мына жерді жинастырайын деп едім. Менің айтқанымды неге істемейсіз? Жақсы. Егер жатқыңыз келмесе, жүріңіз. Маған көмектесіңіз. Жақсы. Ұстама, өзі мінсін. Өйтіп өтірік қисаймасын. Кезінде ата-бабаларымыз аттан құлағанда да олай қисаймаған шығар. Қамажай болды енді. Бір тыныш отырып тамағымызды жейікші. Өй, бір өлтіре салатын қатын екенсің, Мам! Құдағи, не болды? Мам! Мынау жаңғақ қой. Жаңғағысы несі? Неге жеді? Оған жеуге болмайды ғой. Кім қосты мынаны? Аңсаған, бар, тез машина тап. Кім қосты деймін? Мен емес қосқан. Жаңғақ қосқан. Бауын қайда? Сен бі? Кетші, мен емес қосқан. Есі дұрыс па мынаның? Осыдан көресің, білдің бе? Мен емес қосқан. Бол, брат, артқа бере бер. Тура. Бол, досы. Еди, гол. Аңсаған. Аңсаған. Бірден мет бұл қайда, тез бол. Бол. Кеттік, брат, айда. Неге қосасың жаңғақты? Мен емес деймін, жындыма мынау. Мен емес. Мен өз көзімен көрдім ғой. Бұл саған не, баланың ойыншығы ма? Өліп қалса қайтеміз? Мен емес деймін, өз шығар қосқан. Өзіне өзі қол жұмсай ма адам? Оғатынан бәрі шығады. Сендерден менен көре бересіңдер, кетіңдерші бар, өліп қалсын. Құда, кешірші мен. Мен емес, мынау қатынды ғой. Қазір олар медпунктқа барады, дәрісін береді. Уайымдама, бәрі жақсы болады, жүр, үйге барайық, Лия. Мам, бәрі жақсы ма? Мен саған айттым ғой. Сенің анаң жақсы адам емес деп. Лия, мен саған дәлелдеймін дедім ғой. Дәлелдедім.
Ол қанышер. Ол мені өлтіргісі келді. Мам. Лия, сен не үшін оны қатты жақсы көретініңді түсінбеймі? Ол сенің махаббатыңа лайық емес. Ол мүмкін оны әдейі жасамаған шығар. Сен әлі де оған жақтасып отырсың. Көзің әлі жетпеді ме? Ол менен артық па сонда? Сен оны менен артық көресің. Мам, олай айтпаңызшы. Мен сізді жақсы көрем. Жақсы көрем, бірақ... Лия, қызым. Мен ертең қайтам. Жарай ма? Бірақ менің сен сияқты қызым жоқ. Мам, мені ұмыт. Мен өлсем, менің жерлеуіме келмей қой. Мам, мені мам деме. Олай деме. Жағдай қалай? Аңсаған. Мамам өліп қалса не істейтін еді? Ол неге сонша қатыгез болды? Сонда өлтіргісі келді ме? Лия, менің анамды кінәлай берудің қажет жоқ. Сенің мамаңнан да бар. Кезінде бірден қайтып кеткенде ештеңе болмайтын еді. Ол менің тағдырыма алаңдады ғой. Сен не, жаман отбасыға келдің бе? Қайта сенің маман келгеннен кейін үйдің берекесі кетті. Менің анам туралы олай айтпа. Сен де менің мамамды жамандама. Аңсаған. Мен сенің мамаңды жақсы көрем. Бірақ әр адам үшін өзінің туғаны насығын бат. Осы уақытқа дейін сен үшін бәріне шыдап келдім. Бірақ бұл жағдайды кешіре алмайым. Мен өз анамның бақыты үшін Америкаға кетем. Сен менімен бірге баршы. Лия, сен өз мамаңның бақыты үшін кететін болсаң, мен өз мамамның бақыты үшін қалам. Балашы. Бала. Лия! Көмектес! Көмектес! Лия! Көмектес! Өтінем.